Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Мінекей біз бүгін тағы бір мәрте көрмеге шолу жасау үшін кездесіп отырмыз. Бүгін біз бір ел бір кітап республикалық акциясының аясында ұйымдастырылған тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап көрмесінің драматургия бөліміне келдік. Драматургия әдебиетіміздің маңызды жанрларының бірі. Бұл жанрда акция аясында 6 кітап таңдалды. Драмалық шығарма театрмен тығыз байланысты бола отырып, оқырманын және көрерменін ерекше әсерге бөлейтін жанр. Бұл жанр бойынша акция аясында таңдалған авторлардың барлығы пьесалары еліміздің сахналарында ғана емес, шетел сахналарында да қойылып жүрген белгілі драматургтер. Ең алдымен мен сіздерді Дулат Исабековтың «Жеті желкен» пьесалар жинағымен таныстырғым келеді. Жалпы Дулат Исабековты жазушы ретінде де, драматург ретінде де танымайтын адам жоқ шығар деп айта аламын. Дулат Исабеков драматургияға ерте келген. Өзінің ең алғашқы пьесасын жазған кезде қаламгер небәрі 25 жаста ғана болған екен. Содан бері Дулат Исабеков өзінің тың тақырыптарымен, шығармашылық ізденістерімен және сахна мәдениетін биік меңгергендігімен танылып келеді. Дулат Исабеков тақырып таңдауда алдына жан салмайтын драматургтердің бірі. Оның пьесаларының барлығы дерлік сахна көрген. «Жеті желкен» кітабы 1987 жылы жарыққа шыққан екен. Бұл жинаққа адамгершілік, адам бойындағы ізгі қасиеттер, түрлі тұлғалардың тағдырына негізделген 7 пьесасы енген. Оның ішіндегі «Әпке» пьесасын баршамыз мектеп бағдарламасынан білеміз. «Мұрагерлер» пьесасы КСРО халық әртісі Сабира Майқанованың тағдырына құрылып жазылған. Ал «Тыныштық күзетшісі» пьесасы соғыс кезеңдегі аядай ғана қазақ ауылының жұпыны тіршілігін, майданға жіберген азаматтарын күтумен күндерін өткізген отбасылардың аянышты тағдырын, алмағайып замандағы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасын суреттейді. Ал «Ертеңді күту» пьесасы әке мен бала арасындағы бітпейтін мәселеге, проблемаға арналған. Сондай-ақ бұл кітапқа алыстан келген ананас, ректорды қабылдау күндері және мінездер атты пьесалары кірген. Келесі автор Рахымжан Отарбаев. Рахымжан Отарбаевтың «Айна ғұмыр» кітабы 2013 жылы Фолиант баспасынан шыққан. Бұл автордың пьесалары да еліміздің театрларында да, шетел сахналарында да қойылып жүрген автор. Бұл кітапқа енген «Бейбарыс Сұлтан» тарихи пьесасы ағылшын тілінде де қойылған. Сондай-ақ бұл кітапқа тарихи тақырыпқа жазылған Абай Сот, Жәңгір хан, Сырым Батыр, Мұстафа Шоқай пьесалары және Махамбеттің рухына арналған «Бас» пьесасы, Жамбыл Жабаевқа арналған «Нұр жауған ғұмыр» пьесасы және Әбіш Кекілбаевтың «Аңыздың ақыры» романының пьесалық нұсқасы «Махаббат мұнарасы», сондай-ақ бүгінгі қоғамның отбасылардың проблемаларына арналған «Айна ғұмыр», «Двойник», «Актриса» және «Нашақор жайлы новелла» деген пьесалар енген. Сондай-ақ бұл кітапқа қазақ поэзиясының көрнекті өкілдері, бірін-бірі түсініскен рухтас жандар Мұқағали Мақатаев пен Фариза Оңғарсынованың таза ақындық қарым-қатынасын арқау еткен «Фариза мен Мұқағали» атты пьесасы да енген. Келесі кітап бұл Иран Ғайыптың «Қорқыттың көрі» атты таңдаулы пьесалар жинағы. Иран Ғайып атымен танылған қаламгердің шын аты жөні Иранбек Оразбаев, жазушы, ақын әрі драматург. 2002 жылы Иран Ғайып осы «Қорқыттың көрі» пьесалар жинағы үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері атанған. «Қорқыттың көрі» пьесасы проза тілінде емес, поэзия тілінде жазылған шығарма. Және тағы бір кітап, бұл Думан Рамазанның «Пешене» атты кітабы. Думан Рамазан 2014 жылы
жыл драматургы атанған екен. Бұл жинаққа автордың Керей Жәнібек, Пешене, Қанат алды, Кек атты төл драматургиялық туындылары мен шетел авторларынан аударған бірнеше пьесалар енген. Думан Рамазан тарихи тақырыптарға және қазіргі тақырыптарға қалам тербейтін драматург. Және тағы бір автор, ол Сая Қасымбек. Бұл біздің қазақ драматургиясындағы жаңа есім. Оның акциясында Жанталас атты пьесалар кітабы таңдалды. Бұл кітапта автордың қазақ халқының ерте замандардан басынан кешірген тарихи кезеңдері мен бүгінгі күнгі қоғамда қалыптасқан қақтығыстарға, замандастарымыздың шынайы бейнесін көрсететін тартыстарға толы пьесалары топтастырылған. Және акциясында таңдалған 6-шы кітап, бұл Мадина Омарованың «Көмбе нанның дәмі» деп аталатын кітабы. Мадина Омаровада бұл жас қаламгер, әдебиетке тәуелсіздік тұсында келген жазушы. Алайда оның 6-7 пьесасы театрларда қойылып үлгерді. Бұл кітапқа оның Ақтастағы Ахико драмасы, Қызылмия романтикалық трагедиясы және жүздесу мистикалық драмалар және тағы басқа пьесалар енген. Ал егер осы кітапқа атауы берілген «Көмбе нанның дәмі» пьесасына келетін болсақ, бұл әлеуметтік қоғамдық салмағы зор драмалық шығарма. Бұл пьесада тарихи жағдайлардың әсерінен Қазақстанға жер аударылған түрлі ұлт өкілдерінің тағдыры суреттелген және соғыс кезеңіндегі өздері күндерін әрең көріп отырған қазақ халқының аянышты тұрмыс тіршілігі суреттеледі. Сондай-ақ Қазақстанға жер аударылған түрлі ұлт өкілдерімен қазақ халқының достық, туыстық, бауырмалдық қарым-қатынастары суреттелген. Бұл пьеса Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық драма театрында театр көктемі 2017 фестивалінің аясында алғаш рет тұсауы кесіліп, көрерменге жол тартқан екен. Және бір атап өтерлігі, бұл пьесасын автор біздің жерлесіміз Герольд Бельгердің рухына арнапты. Сонымен қысқаша бір ел бір кітап акциясының аясында драматургия жанры бойынша таңдалған 6 кітапқа шолу жасалды. Алдағы уақытта әлі балалар әдебиеті және аудармалар бөліміне тоқталатын боламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.